Баршаңа сәлем қыздар. Бүгін біз езілген картошка мен котлет жасайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Фаршымызды дайындап аламыз. Бір пиязымызды алып, турап, бұрыш салып езіп аламыз. Етіміздің үстіне салып, картошка мен сәбізімізді төркіден өткізіп, тұзымызды, бұрышымызды қосып, осылай езілген қара нанымызды үстіне салып, үстінен бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай мен жақсылап араластырып, ұрып отырып араластырамыз. Сол кезде жақсы шығады. Біз ұнға аунатып отырып, табамызға салып дайындап аламыз. Жылы суға 2 ас қасық томат, 2 ас қасық майонез немесе қаймақ салсаңыздар болады. 2 ас қасық ұн салып, осылай араластырып, котлетіміздің үстіне құямыз. Осылай 180 градус қызып тұрған пешімізге салып 45-50 минутқа қойып қоямыз. Сол аралықта біз езілген картошкамызды дайындаймыз. Осылайынан картошкамызды ашып, тазалап алып, майдалап тұрып, суға қайнатып аламыз. Мына картошкамыз дайын. Осылай езіп, пюре жасап аламыз. Балаларға жеуге оңай әрі дайын болды, ас болсын.